Бүгінгі тақырыбымыз жылу қозғалғыштардың пайдалы әрекет коэффициенті. Алдымен мысал қарастырайық. Бізде мына бензин берілген, яғни жанармай. Бұл бензин бізге куб жылу береді. Бұл жылудың бір бөлігі жұмысқа беріледі, яғни автомобиль қозғалады, бір бөлігі ауаға ұшып кетеді. Бұдан берілген жылудың барлығы жұмысқа берілмейтін көреміз. Оның тиімділігін сипаттау үшін, қозғалтқыштың тиімділігін сипаттау үшін жылу машинасының пайдалы әрекет коэффициенті ұғымы енгізіледі. Оны табу үшін төмендегідей формула қолданамыз. Пәк тең болады А бөлінген Q1 көбейту 100%. Пәк тең болады Q1 азайту Q2 бөлінген Q1 көбейту 100%. Пәк тең болады Т1 Т2 азайту Т1 бөлінген Т1 100%. Ондағы А дегеніміз бізде Q1 азайту Q2. А деген бізде жұмыс. Мысалы, жоғарыдағы мысалда ол автомобильдің қозғалуы да жұмыс жасады. Өлшем бірлігі джоуль. Q1 деген қыздырғыштан алынған жылу мөлшері. Қыздырғыштан алынған жылу мөлшері. Біздің мысалда бұл біздің бензиннің жаққанда пайда болған жылу. Джоульмен аламыз. Q2 салқындатқышқа берілген жылу мөлшері. Біздің жағдайда бұл қоршаған орта, атмосфера. Салқындатқышқа берілген жылу мөлшері. Бізде пәк пайдалы әрекет коэффициенті. Пайызбен жазамыз, немесе ондық бөлшекпен жазамыз. Сонымен қатар бізде температуралар бар мұнда. Т1 деген қыздырғыштың температурасы. Қыздырғыш температурасы. Кельвинмен. Т2 суытқыш температурасы. Немесе салқындатқыш, тоңазытқыш деп атай береді. Температурасы. Температура бізде ХБЖ-да кельвинмен беріледі. Осы температура арқылы берілген пәктің формуласын Карно формуласы дейді. Карно. Француз ғалымы.